күн достар, бүгін біз үлпілдек періште бәлішін пісіретін боламыз. Оған керек заттар: 500 грамм ұн, електен өткізілген, 3 жұмыртқа, 250 грамм май, 200 грамм шекер, 2 столовый ложка манка және разрыхлитель 10 грамм. Енді 500 грамм ұнды алдын ала елегіштен өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін 250 грамм майымызды теркіден өткіземіз. Майымызды өткізіп аламыз. Кейін жұмыртқамызды жарамыз. Екі столовый ложка манкамызды қосамыз. 10 грамм разрыхлителімізді қосамыз. 200 грамм шекерімізді қосамыз. Осының бәрін крошка қылып үйреміз. Қамырымызды осылай біріктіріп аламыз да, осында жерге қойып жазып аламыз. Бұлай алып бір-бірлеп сала беруге де болады, бірақ мен жазып салғаным жақсы ойлаймын. Біркелкі болады. Мынаны екіге бөліп аламыз, мына көп бізге. Мынадан 2 пирог шығады бізде. Бортиктерін дұрыстап жасап аламыз. Жетпей қалған жерлерінде шамалы қосып жіберуге болады. Осылай жазып алып істесеңіздер, біркелкі әдемі шығады. Құрамында разрыхлитель болғандықтан бұл қамыр пісіп жатқанда көтеріледі. Егер сіздер қолмен істесеңіздер, онда қалың болып көтеріліп кетеді, пирогтарыңыз әдемі шықпайды.
не осылай біркелкі қылып жасап алып, вилкамен түбін тесеміз. Осылай қоя тұрамыз да, ары қарай салмамыз дейміз. Мына пирогтың бетіне құятын салмасын жасаймыз. Қыздар, енді біздің пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Оған 3 жұмыртқаның желтогы керек, 100 грамм қаймақ, 150 грамм шекер, 500 грамм творог керек. Енді қазір біз 3 желтокпен қаймағымызды араластырып аламыз. Енді 500 грамм творогымызды салып, 150 грамм шекерімізді саламыз. Осыны жақсылап блендерлеп аламыз. Енді осы дайын салмамызды пирогтың бетіне салатын боламыз. Менде творог домашний творогпен жақсы шығады. Магазиндікі менде көріңіздер, бірақ магазиннің творогтарында әртүрлі болады. Пайызы жоғары, сондай творогпен жасасаңыздар жақсы шығады. Осылай біркелкі қылып жағып шығамыз. Кейін бетіне жағатын ақуыздан тағы бір салмамыз бар, соны жағамыз. Енді мына пирогымыздың бетіне ақуыз жасаймыз. Оған 3 жұмыртқаның белогы, сосын 4 ас қасық шекер керек болады. Осыны араластырамыз.
жағдайда емшікпен де болады істеуге. Бетіне құямыз. Міне осылай бетіне жақтық. Енді 170-180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Бірақ әртүрлі пешке байланысты қарайсыздар, күйіп кетпесін. Қыздар, мінекей біздің үлпілдек періште бәлішіміз дайын болды. Пештен жана шықты, салқын жерге шығаруға болмайды. Әбден суығанын күтеміз. Содан кейін бар, салқын жерге шығаруға беруге болады. Қыздар, міне осындай пирог шығады.